Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Шұғыл жаңалық, 70 жыл бойы патшайым болып жүрген Елизаветаның шынымен де патша мұрагері екеніне еш дәлел болмапты. Бұл туралы оның баласы ашып айтты. Барлық шындықты білу үшін арнамызға подписка жасап, видеоға лайк басыңыз. Ал енді бастайық. Елизавета патшайымның ешқашан паспорты болмаған екен. Патшайымға паспортты өткен ғасырда бермеген, және кейінде ол паспорт алудан бас тартқан. Еуропада өтірік патшалардың келуі сирек емес, яғни Елизаветада өтірік патшайым болуы мүмкін. Королева туралы мен де кезінде біраз оқыдым. Әсіресе 2008 жылы Лондонда оқып жүргенде. Бірде тамыз айы сыныптағылармен бірге иттерін көруге Букингем сарайына бардық. Қазір білмедім, бірақ сол уақытта жыл сайын тамыз айында музей ретінде сарайға кіргізетін иттерін көрсететін. Ал өзін араға 10 жыл салып, 2018 жылы мәшинесінің сыртынан көріп, стариста бар, мәз болғаным бар. Королеваның паспорты жоқ. Әлемнің кез келген елін паспортсыз аралай алған. Жылқы жануарын қатты жақсы көрген. Өзі жақсы шабатын болған және жылда ат жарыстарын өткізіп тұрған. Әлі де корги пародалы иттің фанаты. 30-дан астам иті болды. Осыған орай кино шығып еді 1-2 жыл бұрын. Автомобильдің қыр-сырын жақсы түсінген. Сүйікті маркасы Jaguar. Машинасының ішінде сумкаларына арналған бір бөлме және итіне арналған тері төсеніш бар. Жатар алдында күніге бір бокал шампан ішетін болған екен. Арсенал футбол клубының жанкүйері. Пандемияға дейін сарайында жылына 50 мыңға жуық қонақ қабылдайтын болған деседі. Шығынын айтсаңызшы. Французша еркін сөйлеген. 100-ге жуық фильм және ТВ бағдарламаларында сомдалған, яғни Елизаветаның рөлін ойнаған. Ең дегені The Crown сияқты. Уимблдон теннис турниріне 4 рет келген. Соңғы рет араға 33 жыл салып, 2010 жылы Энди Маррейдің матчын тамашалауға келді. Сол кезде Серена Уильямс, Новак Джокович, Роджер Федерер сияқты теннисшілермен кездескен. Достарыңмен бөліс. Ай соңына дейін облыс әкімдіктері сауда желілеріне тағы ондаған миллиард теңге беруі керек. Бір қарасаң, биліктің мақсаты айқын, азық-түлік бағасының қымбаттауымен күресу. Бірақ бөлінген ақша таусылғанымен азық-түліктің жай түріне дейін қымбаттауын қояр емес. Арнамыздың тілшісі, Қазақстан үкіметінің неліктен делдалдарға қарсы күрес жариялап, шын мәнінде оларды жеңілдетілген несиемен қолдап отырғанын анықтады. Сауда желілеріне аударылып жатқан миллиардтар әлеуметтік маңызы бар тауар түрлері бағасының өсуімен күресудің өзіндік әдісі. Бақыт Сұлтановша айтқанда айналма схема. Осы жүйені өңірлердегі шенеуніктер 5 жылдан бері жүзеге асырып келеді. Есепке сенсек, билік пен сауда бизнесінің ынтымақтастық үдерісі айтарлықтай сәтті жүріп жатыр. Бірақ тұтынушылардың мүддесі тұрғысынан қарасақ, жай халық жеңіліске ұшыраған. Биліктің таңдаған тактикасы бір емес, бірнеше рет сарапшылардың сынына ұшырағаны бар. Не үшін деп ойлайсыз? Айналма схеманың бас идеологы кім? Үкіметте айналма схеманың негізгі ұстанушысы және лоббисі премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов. Сұлтанов осы тәжірибені 2018-2019 жылдары елорда әкімі болып тұрғанда қолданғанын жасырмайды. Министрлер кабинеті осы тәсілдің арқасында әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын ұстап тұруға болатынын алға тартады. Сұлтановтың идеясы Алматы әкімдігінің шенеуніктеріне де ұнап қалса керек. Министрдің айтуынша, олар да схеманы сәтті пайдаланып жатыр. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов. Айналым схема мемлекет пен сауда желісі арасындағы белгілі бір келісімшарт негізінде құрылған. Мемлекет жылына 0,01% бен несие береді. Бірақ кәсіпкер ақшаны тек әлеуметтік маңызы бар тауарларды сатып алуға жұмсауы керек. Содан кейін ол дәл осы тауарларды белгіленген бағамен сатуға міндетті. Әрине, нарықтан төмен бағамен сатады. Жыл сайын револьверлік схемаға бөлінетін сомалар азық-түлік бағасы сияқты өсіп келе жатыр. Жақында ғана қымбатшылық мәселесі талқыланған жиында премьер-министр Әлихан Смайылов өңірлерге сауда орындарын жеңілдетілген несиелеуге кемінде 100 миллиард теңге бөлу керектігін қатаң тапсырған болатын. Премьер қолдайды, әкімдер мәу демейді, магнум ұтады. Жыл басында шамамен қазіргі соманың жартысы бөлінетіні жөнінде әңгіме болған. Бірақ қымбатшылық үкіметтің жоспарын айтарлықтай түзесе керек. Мен айналма схема бойынша қаржыландыруды ұлғайту туралы бірнеше рет тапсырма бердім. Алайда бүгінгі күнге дейін тиісті деңгейде жұмыс жүргізілген жоқ.
Осы айдың соңына дейін қаржыландыруды 100 миллиард теңгеге дейін арттыру қажет. Бұл көрсеткішті нысаналы деңгейге жеткізбеген өңірлер үшін жетекшілік ететін әкімдердің орынбасарларын жазалау туралы ұсыныстар қаралатын болады деп қатаң ескертті Әлихан Смайылов. Осылайша үкімет өндірушілерді емес, алыпсатарларды жеңілдетілген несиемен қолдау арқылы халықтың қарнын тойдырмақ. Бұрын бұл функцияны Асқар Мамин атқаратын. Смайылов та бұрынғы бастығының ізімен кетіп барады. Шарықтаған бағалар. Әзірге жағдай керісінше өрбіп барады. Сенатор Ақылбек Күрішбаев осыдан бір жыл бұрын айналма схема белгілі бір топты байытудың амалына айналып кеткенін сынаған. Сауда орталықтарын іріктеу қағидаты сенатор мен қарапайым қазақстандықтар үшін құпия. Алайда шенеуніктердің есептеріне сүйенсек, іс жүзінде тегін несиелердің көпшілігі Magnum Cash Carry сауда желісіне түседі. Осылайша Алматы әкік есебіне сәйкес, айналма схема жұмыс істейтін алғашқы жылы бұл сауда желісі бөлінген 5 миллиард теңгенің 3 миллиард теңгесін алған. Қалғаны Ақсайнан Жылт мини-маркеті, Small желілері, Skip Discount және тағы басқаларына бұйырған. Алайс Media Кіз порталы жеңілдетілген несиені қарпып алып отырған сауда желісінен қанша қаражат алғанын, қалай жұмсағанын және қандай нәтижеге қол жеткізгенін айтуды өтінген. Ресми жауапқа сәйкес, Magnum Cash Carry ШІС 2019 жылдан бастап 2022 жылғы наурызға дейін тек Алматының өзінен 131 миллиард теңге алып, бюджетке 95 миллиард теңге қайтарған екен. Осы ақшаға әлеуметтік маңызы бар тауарлар сатылып алынған. Таңдамалының бағы бар, кедейдің қамы ше. Компания өкілдері Magnum жобасының өзі коммерциялық емес, әлеуметтік екенін, яғни әкім әкімдіктермен ынтымақтастықта әлеуметтік маңызы бар тауарларды сату арқылы қиын кезеңдерде сатып алушыларды қолдап отырмыз деп сендіреді. Бұл тауарларға арналған сауда желісінің үстеме бағасы дүкеннің тауарларды сақтау шығындарын да өтемейді. Айтпақшы, Алайс Media кез бұрын мен осы сауда желісінің артында қандай үлкен фамилиялар тұрғанын жазған. Естеріңізде болса, Вячеслав Кимнің кәсіпі де Қайрат Сатыбалдының акцияларын сатып алу үшін Болат Назарбаевтың ұлына Magnumдағы өз үлесін сатқаны туралы ақпарат жариялаған. Алайда компания бұл деректерді жоққа шығарды. Мәселен, бірінші сұрыпты ұн мен Ақсайнан шығаратын нанның бағасы өз өндірісінен аспайды. Яғни бұл тауарлар өзіндік құнымен сатылып жатыр. Күріш, картоп, сарымсақ, сәбіз, орам жапырақ пен тұздан түсетін пайда 1%. Макароннан 2%. Сүт өнімдерінде бұл көрсеткіш шамамен 7-10%, ет бойынша -15% деп жауап берді компаниядан. Яғни компания сауда бағасы бүкіл шығынын жаба алмайды деп шағымданады. Әлеуметтің қамы емес, тек бизнес. Бәлкім, әңгімені осыдан бастау керек береді. Дүкен арзан тауарларды сатуды міндеттегенімен, оның жақын жердегі баламаларын нарық бағасымен сатуға тыйым салмайды. Бұл шарт кез келген дүкеннің оң жамбасына келуі мүмкін. Оған қоса арзандатылған өнім әрбір сауда нүктесіне лимит бойынша және сатып алушылар үшін түсініксіз уақытта саудаланады. Шындығында сатып алушы картоптың келісін 109 теңге, немесе 40 қабаттың келісін 102 теңгеден 40 қабат алуға барады. Бірақ олар сауда сөресінде жоқ болады кейде. Бітті немесе әлі әкелмеді, кім біледі, дүкенге кіргендердің бәріне ешкім есеп бермейді. Бірақ сөредегі молынан 40 қабат 629 теңгеден және картоп 230 теңгеден тұрады. Біреу оны сатып алмауы мүмкін, бірақ бар нәрсені алатындарда табылады. Айтпақшы, әлеуметтік желілерде Magnumға қарсы шағым көп. Мысалы, халық арзан 40 қабатты алу мүмкін емес екенін, ал белгіленген бағадағы картоптың сапасы жиіркенішті болғандықтан артық төлеп тұрсын ала салған абзал екенін жазады. Қантта жағдай бір түрлі. Тәтті өнімнің бағасы Ресейден экспорттауға шектеу қойылғаны туралы хабарламалар кезінде және барлық жерде күрт көтерілгенде Қазақстан шенеуніктері мәлімдеме жасады. Ақ қоймаларында қант жеткілікті, басқа заттар сияқты кем дегенде мамыр айына дейін ескі бағамен сатылады. Атап айтқанда, Magnum бағасын келісіне 319 теңге деңгейінде сақтауға уәде берді. Алайда сәуір айының ортасында қазақстандықтар бұл сауда желісіндегі қант 420 теңгеге жетті. Әр адамға 5 келіден артық сатылмады. Шағым көбейді.